Адам аяғы адымдай алмастай, ығы-жығы болған әдеттегі сенбінің қайнаған кезі. Базарлап қайтайық деп жексенді ыстық күнде әзер алып шықтым. Ол да қарап қалмай, әкем мен шешемнен бір сыбап алып, көлігін оталдырды. Мади, бір-ақ сағат уақытым бар, кіріп алып, жоқ болып кетер болсаң өзіңнен көр. Өткендегідей күтіп отырып, темекінің қорабын тауысатын жүйкем жоқ, деп сөздерді шайнаған кассетадай қайталамаса, жексен болама. Мадинаның да 20 жыл отасқан байынан қалсар тұсы жоқ. Қай кезде ши тауып, ілік іздейтінін, одан қалса көңілінің құлпын ашар шақтарын әбден меңгеріп алғаны. Екеулеп үйден шыққанымен базарға аттап баспайтын жүйкеге тиетін қылықтары бар. Керек жарағын алып жүріп, үлкен 2 пакеттің ауырлығын енді ғана сезінгені, ауыр салмаққа дәреті де қысып барады. Жанында көмекші, қолғабыс етер ешкімі жоқ. Ол дәретхананың кіре берісіндегі еденді секунд сайын сүртіп жүрген келіншекке заттарын тапсырып, қайтар жолда елес көргендей есеңгіре қалғаны. «Малика?» деді таңырқай. «Жоқ, сен мені шатастырдың», дегенде кейіп танытқан әлгі келіншек жүзін ала кетіп, жалтақтай қалғаны. Сен де қызықсың, Мадинаш. Малика қазір бір дөкейдің бәйбішесі болып шалқып жүрген шығар. Қайдағы бір дәретхана тазалайтын жұмысшымен шатастырып, деп өзіне ұрысып алды. Заттардың күшіне қарамай көтеріп, жексеннің көлігіне жетті де, «Уф!» деп ентігін басып, «Жексен, мен Маликаны көргендей болдым», деді. «Қайдан?» деп білгісі келіп тұрса да, сабыр сақтаған сыңай танытқан жексеннің де жүрегі зырқ етіп, өткенге ойша көз жүгірте кеткені. Түс көргенде отырған Мадина, «Білмеймін, шырамыттым ба, дәретхананы тазалап жүр екен. Мен бардым да...» Жексен, сен қатырасың? Маликаға базардың сасығын жуып алыпты енді. Қайдағы жоқты қайдан тауып аласың өзің? Деп қабағын түйіп, үйге жеткенше әйеліне шағашпады. Неге деген сұрақ Мадинаның ойынан шығар емес. Ауқатты отбасының қызы, жегені артында, жемегені таудай үйіліп жататын. Аузынан шыққанын орындап, әкесі ерке қызын қатты жақсы көретін. Дүние тұрғанша жететін байлығы ше. Тұрмысқа шыққалы 20 жыл көріспеген, бала кезден бірге өскен құрбылардың түрлері қанша өзгерсе де, ішкі сезімдері алдап тұрған жоқ еді. Ертеңіне тағы да сол базарға сылтауменен қайта барды. Іздегені Малика. Қалайда оны тауып алып, еркелікті қойып, ес тоқтатқан әйелдерше сөйлескісі келгені. Әлгі сасық жерде оны ұзақ күтіп қалады. Қарасы көрінбеген соң, сол жерде тиын санап отырған әйелге барып, «Малика бүгін жұмысқа шықпады ма?» деп сұрақты төтесінен қойды. «Әй, Маликаң кім? Танымаймын», деген суық жүзді әйелмен ары қарай сөйлесуге мүмкін емес еді. Амалсыз үйіне қайтпақ болып, артына қарайлай аяғын ақырын басып бара жатқанда, «Саламатсыз ба?» деді біреу, жалт қарап. «Иә», деді де бейтаныс жанмен амандасып, «Жайшылық па?» деп сұрады. Қапшық-қапшық пістесі мен көк дәрісін аңқытып сатып отырған егде әйел екен. Кімді іздеп жүргенін сұрап алды да, жолдың арғы бетіндегі көкөніс базардағы екінші жұмысын нұсқап, жол көрсетті. Оңай тауып алды. Малика ол жерде де жылан жалағандай етіп жуып жатыр екен. Мадина, «Малика!» деп өзіне қаратқысы келіп, атын қаттырақ дауыспен атап еді. «Саған не керек өзі? Кет жоғал көзіме көрінбей. Мен Малика емеспін», деп кеудесінен қағып кетердей екпінмен сыртқа атып шықты. Әңгіме енді Мадинаның айтуымен жалғасады. «Тоқташы деймін, Малика. Кешірші мазаңды алсам. Көріспегелі міне 20 жылдан асыпты. Қаншама жылдар сені көріп, ағымнан жарыла кешірім сұрағым келетін», деп білегінен ұстап, дүңгіршекке тартқан балаша тарта беріппін. Жүрегінің жарасына дәл түстім-ау. Маған қарағысы келмеді. «Не керек саған?» деп сұрақты төтесінен қойды ол. Мен сенің мұндай түріңді көріп, кешелі бері ойымнан шығара алмай жүрмін. Айтшы, сенің бұлай өзгеруіңе менің қатысым жоқ па? Не бопты маған? Мен де ел қатарлы нанымды адал жолмен тауып жүрген біреумін. Тыныштық бересіңдер ме жоқ па, қарғыс атқыр?» деген Малика отыра қап қалтасындағы темекісін маңайындағыларға қарамай бұрқырата шеге бастады. «Мадина,
Арманың мен осылай көру ме еді? Көрдің. Кезінде талай екі аяқтан бордай тозып, базарда шыр көбірек айналып жүріп, ыстық пирожкиін әр өткенге жалынып жүріп алғызатын сенің анаңа көп күлдім. Міне, қара, нәж суғаннан жаман не бар? Мен оңбай жаза басқан адаммын. Жандарың рақаттанса, жиі-жиі келіп көрулеріңе, бетіме түкірулеріңе де болады. Бірақ өтініш, мені бұл өмірде тірі жүрсін десеңдер, көзіме мүлдем көрінбеңдерші, деді де жылап қалды. Діңкем құрып, үйге қарай бет алдым. Жаяу жүріп, саябақтағы кішкентай екі қызды байқадым. Бірі екіншісінен ауқаттырақ екені киінген киімінен көзге ұрды, ал жанындағы қызды оның әкесі әперген балмұздақ пен сарқыттары байлап тұрғандай. Осыдан 30 жыл бұрынғы Мадина мен Маликадай. Маликамен дос болу, бір партада отыру әрбір сыныптасының арманы еді. Менің бағымның жанғаны әкесінің жесір әйел, яғни менің анама жиі қамқорлық танытып, мені зәулім сарайларына қызымен ойнауына мүмкіндік беруінде. Малика өте аңғал әрі тым тұйық қыз болды. Ал мен керісінше тіл табысқыш, әркімнің көңілін табу үшін іші бауырына кіріп кететін қасиеттің иесімін. Әкесі марқұм тым қарапайым кісі еді. Қаншама жекеменшік қымбат мектепте тұрса да, қызын ел қатарлы қарабайыр мектепке беріп, дүниенің буына мастандырмай өсіргісі келді. Сонда да Маликаның кигені мен жегені біздер үшін тәтті түс сияқты көрінетін. Ол көйлек алса, құдды өзім алғандай қуанатынмын. Қызығы басылса бітті, маған қарай лақтыра салатын. Қысқасы, көз ашқалы мен Маликаға қызғанышпен қараған досы болыппын. Әкесінің дәуірі билеп тұрған шақта Маликаның да түкірігі жерге тимейтін. Анасы мені жақтырмаса да қызы мен күйеу үшін үйіне кіргізетін. Маликаның тілін мен Мадина ғана табатын. Не айтса да, ұрып жықса да жанынан бір елі қалмай жүре беретін. Ал басқалар байдың қызының дөң мінезіне шыдас бермей сырт айналып шығатын. Уақыт сырлап өте берді. Бір күні Маликаның бойынан өзгерістер байқалды. Екеуі де 17-ге жаңа толған, толықсыған тал мүсін, қыпша бел, қозанары пісіп тұрған жемістей олжып тұрған кездері. Есік алдындағы жекеменшік дүкендеріне жиі тауар әкелетін жас жігітті көрсе бітті, Маликадан ес кетіп, тілі байланатын. Сол жігіттің келгенін күтіп, жасанып алатын. Мадинаға сырын айтуға жасқанып, өзінше көңілін орнықтырып алғанда хабардар етпек. Есілдерді сол жігіт. Жігітке өлердей ғашық болатындай себебі бар. Ұзын бойлы, аққұба, кең иықты, реңі келісті. Жүзіне қарасаң тоймайсың. Артық әңгімесі жоқ, тым сыпайы көрінеді. Тіпті бір-екі рет Маликаға жылы сәлемдесіп, жымиып қараған еді. Соны сылтауратты ма, жоқ әлде шынымен ғашық болғаны ма, Малика күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Ойлайтыны сол жігіт. Күлімдеп қарағанын жадына суретке түсіріп алып, жатарда көзін жұмып, бос қиялға ерік беріп, 7 қат көкте қалықтап ұшатындай. Қызығы сол, соңғы уақытта Мадинада адам танымастай өзгеріп барады. Маликадан әдемі көйлектерін сұрап киіп, жұмбақ кездесулерге барып жүр. Ерекше ажарланып, махаббаттан басы айналғандай. Екі құрбы бір-бірінен сүйіктілерін жасырып жүргенде, шындық аяқ асты ашылып кетті. Әдеттегідей, жігіттің тауар әкелетін күніне дайындығын жасап, дүкендегі Мадинаның жанында күтіп тұрды. Құрбысы бұл дүкенде ес білгелі сатушы болып, анасына көмектесіп, шай пұлын Маликаның әкесінің ұсынған жұмысының арқасында тауып жүрген. Бір кезде жарқырап ішке енген әлгі жігітке тұра ұмтылған Мадина Маликаны ұмытып, мойнына асыла жөнелді. Ал мұндайды күтпеген Малика есін жоғалтып, есінен танып қалды. Маликаға не болғанын түсінбеген жастар дереу су шашып, оның есін жинау үшін білгендерін жасады. Бірнеше уақыттан соң Малика өзінің бөлмесінде көзін ашты. Жанында әкесі, қызының қолын сүйіп, қашан оянар екен деумен алаңдап отырғаны. Әке, сіз бе? Отамау жарығым, не болды саған? Әке, мен Мадинаны ендігі үйіміздің маңынан да көргім келмейді.
Тыныштық па жарығым? Сендер бала кезден дос емессіңдер ме? Маған ондай достың керегі жоқ, деп бұртиған күйі ешкіммен сөйлеспей қойды. Мадина мен Маликаның арасы суып, бұрынғыдай қатынастары үзілді. Құрбысының өзі сүйген жігітіне көңіл ауғанына Мадина да іштей ренжіп қалған. Жексеннің екі қызға да сезімі жалындап жанып тұрғаны шамалы еді. Қайта байдың қызының көңілін естіген кезде ойы кетіп, таңдауды дұрыс жасағысы келді. Қызының жүрегін жаралаған жігітпен бетпе-бет кездескен әкесі сыртынан сынап, мұқият сөйлескен. Қызының бақыты үшін бәріне дайын әке. Егерде қызыма үйленер болсаң, бар жағдайыңды жасаймын, деп төтесінен түйіндейді. Жексен екі кеменің басын ұстап, қайда барарын білмей ұзақ ойланды. Осы сәтте жігітінің бүлініп жүргенін сезе қойған Мадина дереу басқа амалға көшті. Бұл кезде Жексен Маликамен кездеспек болып, үйіне іздеп барған. Мінезі тұйық, сөзге шорқақ қыздың ғашығын көргенде, одан бетер тілі байланды. Үзілген үміті қайта жалғанғандай, көзінде от пайда болды. Көңілі көтеріліп, күндей күлкісі маржандай аппақ тістерінен жарық көрінді. Маликаның қуанышын көрген әке, қызындай болған Мадинаның сезімінен хабарсыз еді. Бар ойы қызының бақытты жүзін көру. Оның үстіне күннен күнге ауру дендеп асқынып барады. Қашан ажал келіп қалар екен деумен барынша бәрін орындарына қойып кетуге асықты. Әйеліне сенім жоқ. Ертеңін ойламайтын, барды шашып, жоққа шыдай алмайтын қанағатсыз әйел еді. Оған қоса еш тойымсыз қайын жұртынан шаршаған. Қит етсе бауырларын тығып беріп, күйеуінің көңілін әбден қалдырған. Әкесінің білек сыбана кірісіп, қызының болашағы үшін жер жастанбай жатып қамданып жатқанын ешкімде білген жоқ еді. Өзіне көңіл бөлмей, хабарсыз жүргеніне алаңдай бастаған Мадина қулыққа көшті. Жастық жалынмен Жексенді сүйгені сонша, неге болса да дайын тұрған. Аңдып жүріп, Маликаға барып жүргенін біліп қояды да, жылап, шарасыз күйде отырмады. Керісінше, қалайда жігітті ұстап қалуды ойлап, аяғым ауыр деп, бәрін аяқтан тік тұрғызды. Малика анасы мен болашақ енесін өз жағына шығарып алды. Жексен амалсыздан үйленуге мәжбүр болды. Негізінде жігіттің екі қызды да сүйгені шамалы еді. Бірақ, әрине, байдың жалғыз қызынан пайда көбірек еді. Мадина мен Жексен отау құрып үйленгенде дүниенің астан кестеңі шыққандай болды. Малика бұл соққыны көтере алмай, төсек тартып жатып қалды. Әкесі жап-жас қызының өз-өзін тастап жібергенін уайымдаймын деп қиналып қалды. Ақыры сұм ажалы апталдай азаматты бақи дүниеге алып кетті. Үйдің іші абыр-сабыр. Жаназаға жиналған қара қауымнан алғашында жесірі мен қызының жалғыздықтары байқалмады. Адам аяғы саябырсығанда ғана жалғыз қалғандарын ұқты. Екеуі тізесін құшақтап, теңселіп отыратын да қоятын. Жастайынан қамқорлығына алып, қызы мен өзіне көп көмегін тигізген кісіге көңіл айтып бармақ болған анасы тұрмыстағы қызын ертіп барды. Есіктен кіруге жүрексінген Мадина арғы жағын пайымдап тұр. Ойлағанындай ақ, қолына түскенімен атып тұрған Малика бұларды тырқыратып қуып шықты. Сол ыңғайсыз кездесуден кейінгі 20 жыл өткендегі ұшырасуы осы еді. Мадинаның қайта-қайта «Сен Маликасың ба? Неге бейшара күйдесің?» деген сұрақтары Маликаны одан сайын езіп барады. Ұнатқан жігітін бала кезден бірге өскен құрбысы тартып әкетті. Өмірінде Жексеннен басқаны сүймек түгілі ойлап та көрмеген бейкүнә күйінде күн кешіп жүргенде кетпес күйе жағылған. Байлығына қызыққан бұзақылар еркегі жоқ үйге ұрлыққа түсіп тонай берген. Ақыр соңында ұсталып, қолға түсті-ау дегенде 12-ден бір гүл ашылмаған қызды зорлап, абыройын айрандай төккен екен. Ол шақта қыздың абыройы бірінші кезекте тұратын. Анасы екеуі шағымданудың орнына ым-жымсыз істі жабады. Зорлық көрген Маликаның жүйкесі одан сайын жұқарып, миында ауытқулар пайда болды. Анасы көл-көсір байлықты игере алмай, талан-таражға салып жіберді. Төркіншіл әйел төркініне тасып жүріп, ақыр соңында туғандары
мұны танымай кетті. Әйел екі босағасына емес, күйеуі мәңгілік жанында жүрердей сенген. Қолда барда дүниені оңды-солды шашып, ертеңін ойламай шегіртке құсап секіріп жүргенінде туған бауырлары да сырт айналып кетті. Маликаны жын соққандай. Апарған, қаратпаған әулие әмбесі жоқ. Басының сақинасы қысып ауырғанда тентіреп кететіні бар. Кей-кейде ақыл есінен толықтай айырылатын. Анасы төркінімен алысып, қызын сүйреп жүріп, өмірдің қиын соқпағына шыдамай өліп кетті. 20 жыл кірпік қаққандай зу етіп өте шықты. Күн көріс үшін Малика жұмыс талғамай істей беретін. Кезінде оқып талмаған. Бір жапырақ қағаздың құны өмірінде үлкен рөл атқаратынын білсеші. Есі дұрыс емес әйелді ешкімде жұмысқа алғысы келмеді. Сонда да базар жағалап, біресе дәретхананы, біресе ауланы сыпырып жүрген. 2 күннен бері артынан қалмай жүрген Мадинаға неден бастарын білмей отырып, өмірінің бәрін түгел айтып берді. Шын мәнінде Жексенмен тұрмыс құрғанда бақытты болған Мадина жоқ. Өліп өшкен жігіті нағыз қызқұмардың өзі болып шықты. Сыртқа сыпайы көрінгенімен, үйіне зәрін шашатын залым еркектің сортынан екен. Ешқашан әйелін еміреніп еркелетпеген. Кейде ойланып, Маликаның обалына қалғанынан қарғыс тиді ме екен деп ойланатын. Сол үшін де күнде құрбысын ойлап, кешірім сұрау үшін іздемеген жері қалмаған. Ақыры іздеп тауып, екеуі жылдар бойы сақталған реніштерін айтып, бір күліп, бір жылады. Тұрғылықты үйі де жоқ. Көше кезген Маликаны өзімен бірге үйіне алып келгенде, столдың үстіндегі бір жапырақ қағазды көріп оқыса: «Мен сені сүймегем. Қалған өмірімді өз еркіммен сүруге мұрша бер», деп жазылған. Хатты оқығанда жай ғана жымиып күлген Мадина, күйеуінің тағы да бір нақсүйер тауып үйіне кіріп алғанына сенімді еді. Маликаға қарады да: «Жаным-ау, сен болғаныңда, күйеудің мұндай күйігіне шыдай алар ма едің? Кім білсін?» деді де екеуі айқайлап күліп жіберді. Екеуі жас балаша бірін-бірі құшақтап, жылдар бойы жиналған өкпелерінің сағынышқа айналғанын түсінгендей. Мадина барар жер жоқ құрбысын кезінде әкелері талай жақсылық жасағанын есіне алып, жанына мәңгілік тұрақтауын өтінді. Ешкімге керегім жоқ дейтін Малика алғаш рет бір жанға қатты қажет екенін сезді де, жасын тия алмады.